Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ алдындағы көңіл-күй. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанады достарым арайлап атқан күнге. Ой қозғау. Балалар, мына жерде қандай суреттер көріп отырмыз? Чемодан, чемпион. Солай ма балалар? Чемодан деген сөзде біз танымайтын әріп бар ма? Чемпион, чемодан дегенде ч әрпі таныс емес. Бүгінгі күні ч әрпімен танысатын боламыз. Әліппе пәні 1-ші сынып 89-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы ч дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтижелер. Мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты бөледі. Жаңа үйренген дыбыстарды анықтайды, дыбыс пен әріпті таниды, бір-бірін ажыратады. Балалар, суретке назар аударайық. Балалар күрестен бақ сынауға алаңға шықты. Айдос барлық қарсы келген күресушілерді жеңді. Айдос чемпион атанды. Қане балалар? Чемпион сөзін буынға бөлейік. Чемпион. Чемпион сөзінде 3 дауысты дыбыс бар, 3 буын бар. Ч дауыссыз дыбыс, Е дауысты дыбыс, М дауыссыз дыбыс, П дауыссыз дыбыс, И дауысты дыбыс, О дауысты дыбыс, Н дауысты дыбыс екен. Ч әрпін санағыштардан жасап көр. Балалар, оқулықпен жұмыс. Қане сіздер менімен бірге оқыңыздар. Ч чемпион, чемпионат, олимпиада чемпионы. Сиднейде олимпиада өтті. Оған спортшылар қатысты. Олимпиадада боксшы Бекзат Саттарханов жеңіске жетті. Қазақстандық боксшы олимпиада чемпионы атанды. Саралау тапсырмасы. Бұл жерде чек деген сөз шықты. Ребусты шешу арқылы біз сөз шығардық. Чек деген сөз шықты. Ал мына жерде шәй деген сөз шықты. Дыбыстық талдауға келетін болсақ, екі сөзде бір дауысты дыбыс бар, екі дауыссыз дыбыс бар екен. Екеуі де осы сызбаға сәйкес келеді. Сөз тану айдары. Батыл болмай, батыр болмас. Балалар, жаттап аламыз. Тергіту сәті. Балалар, мына жерде екі қолмен жұмыс жүргізесіздер. Сары түсті керемет, қызыл окей, сары керемет, көк. Алақанымызды ашамыз, жасыл жұдырық тиеміз, көк. Алақанды ашамыз, жасыл жұдырық тиеміз, қызыл окей, көк. Алақанды ашамыз, сары керемет. Қалған екінші бойдағы дөңгелекке қарай отырып, екі қолмен жаттығу жұмысын жасайсыздар. Дәптермен жұмыс, дәптерге әдемілеп ч әрпін саласыздар. Ч-ның бас әрпі және кіші әрпін салатын боласыздар. Чек чемпион деген сөзді жақсылап жазасыздар. Мына жерде суретке қарап сөйлем құраймыз. Сабақтың соңы өз жұмысыңды бағала. Бүгінгі сабақ қалай өтті? Сен сабақты түсіндің бе? Неден қиналдың? Жазу сауаттылығың қандай? Сол туралы сауалдарға жауап беріп, өз-өзіңді бағалайсың. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.